Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді ерекше ыстық тағамның түрі қуырдақ мантының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті етті осылай үлкен етіп 4 бұрышлап турап алдым. Және де қазанға май құйып, қызып тұрған майға осы еттің барлығын салып, жақсылап қуырып алдым. Қуыру уақыты 10 минут болды. Етіміз қуырылғанша пияздың қабығын ашып, видеодағыдай жартылай сақиналап, орташа көлемде турап алдым. Етіміз қуырылып болды. Мендегі ет тұздалмаған ет, сондықтан тұз қостым. Және де жаңағы пияздың барлығын қосып, жақсылап бірге араластырып, тағы да біршама уақыт 10-15 минуттай қуырып алдым. Ет пен пияз қуырылғанша картоп пен сәбізімізді тазалап ашып алдым. Және де видеодағыдай үлкендеу 4 бұрыштылап турадым. Үлкен етіп турай беріңіздер, жаңағы араластырғанда езіліп кетпеу үшін. Сонымен қатар менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып, және де комментарий, лайк басып, алдағы уақытта каналымның алға жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіздер. Сәбіздің барлығын осылай турап алдым. Енді қуырылып болды 15-20 минуттай. Және де сәбізді салдым. Одан соң 5 минут қуырып алдым. Сәбізді салып болғаннан соң тағы да жаңағы туралған картопты да салып, жақсылап араластырып, жартылай піскенше осылай жай отта пісіріп алдым. Келесі кезекте гүл мантыны жасау үшін қамыр жасаймыз. Ол үшін таза ыдысқа жарты пиала суды құйдым, бір жұмыртқаны жарып салдым, және де бір шай қасық тұзды қостым. Барлығын араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнды осылай 2-3 рет қосып шықтым. Біздің қамырымыз орташа жаңағы жұмсақтықта болу керек. Өте қатты жұмсақ болып кетпесін. Мантының қамырына илегендей орташа көлемде жұмсақтықта болса болғаны. Енді қамырды илеп болдым, және де 5 минутқа бетін жауып тындырып қойдым. Ортасына салатын салмасына асқабақты қолдандым. Егер асқабақ ұнамайтын болса, сәбізді немесе картопты қолдануға болады. Осылай майда күштен өткізіп алдым, және де дәміне қарай аздаған тұз қостым. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Осы уақытта менің қамырымда тынып қалды. Бір келкі тегіс жайылу үшін қамырды 2 бөлікке бөлдім. Және де осындай 2 дөп теңгелік етіп доңғалақтап алдым. Кішкене етіп бөлгеннің себебі, қазір тура 2 ортасынан бөлгенде біздің мантымыздың формасы жаңағы орташа көлемде болу үшін. Осылай ұнды аз-аздан себе отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып, қамырымыз жұп-жұқа болғанша жайып алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымды қолдың көмегімен жаңағы баса отырып, осылай жұқа етіп жайып алдым. Жұқа етіп жайылған қамырдың үстіне сұйық майды құйып, щеткамызбен немесе қолыңызбен барлық бөлігіне жағып шықсаңыздар болады. Барлығын жағып болдым. Енді осыны видеодағыдай ұзынша етіп кесеміз. Барлығын орташа көлемде осылай ұзынша етіп кесіп алыңыздар. Кесіп болғаннан соң тура дәл ортасынан кесетін боламын. Егер осы қамырды бір зуаланы 2-ге бөлмей барлығын бірдей жаятын болсаңыздар, осылай бөлгенде 4 бөлік шығаруыңыз қажет. Менің қамырым кішкентай болғандықтан 2 бөлікке бөлдім, және барлығының орта жағына осылай салмасын салып шықтым. Содан соң видеодағыдай осылай бүктеп, бір жағына бүктейсіздер жауып, содан соң орап шықсаңыздар, гүл сияқты, роза сияқты жаңағы формаға келеді. Осылай ораймыз, және де соңғы жағын кішкене түйіп қойыңыздар, ашылып кетпеу үшін. Жұқа болғандықтан қамырымыз тез әрі дәмді болып піседі. Қамырды жұқа жайыңыздар. Сонымен қатар қамырды дұрыс үйлеу және дұрыс жаю жолдары менің каналымда бар. Рецепті міндетті түрде описание бөліміне қалдырамын. Барлығын
гүлхандарды жасап болдым. 2 зваланы да жасадым, және де осы картошканың пісуіне аздаған уақыт қалғанда, 20 минут қалғанда осы гүлханның барлығын орналастырып, бетін жауып, жай отқа 20 минутқа қалдырдым. Осымен біздің қуырдақ мантымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушақ белгісін басуды ұмытпаңыздар.